миллиметр сынап бағанына берілген қысымдарды ХБЖ-ға айналдырайық. 760 миллиметр сынап бағаны, ол үшін 760-ты көбейтеміз 133,3 паскальға. Сонда бізде 101.308 паскаль болады. Дәл солай 380-ді көбейтеміз 133,3-ке. Сонда бізде 50.654 паскаль болады. Және соңғы 190 мм сынап бағанын 133,3 паскальға көбейтеміз. Сонда біз ХБЖ-ға айналдырамыз. 25.327 паскаль. Судың қандай тереңдігінде қысым атмосферлік қысымнан 2 есе үлкен болады. Берілгені қысым 2 есе үлкен П атмосферадан. Еркін су деуі бізде 10 деп алайық. 10 ньютон килограмм. Судың тығызы қажет болады 1000 килограмм метр куб. Атмосферлік қысым оның 5 дәрежесі паскаль. Табу керек тереңдік. Талдау. Яғни бізде су мына жерде. Оның ішінде мысалы мына тереңдікте бір дене болсын. Соған түсетін қысым. Судың қабаты ол деген су ρGH қысыммен түседі. Ал үстінде бізде атмосферлік қысым түседі. Одан бізде жалпы қысым ол П болады. Сонда жалпы қысым бұл атмосферлік қысым қосылған судың қысымы. Бұдан шешуі. П деген бізде 2 П атмосфера. П атмосфера. П су деген ол ρGH. Ро деген судың мөлшері су. Мына П атмосфера сол жаққа көшіреміз. 2 П атмосфера минус П атмосфера ρGH. Сонда бізде бір атмосфера қалатында Ро су GH. Бұдан H дегеніміз П атмосфера бөлінген Ро су көбейту G. Сонда H бізде тең болады оның 5 дәрежесі паскаль. 1000 килограмм метр куб Ро су 10 ньютон килограмм. Оны есептегенде бізде 10 метр шығады. Ғимараттың түбінде барометр 760 мм сынап бағаны, ал төбесіне 745 мм сынап бағанын көрсетті. Ғимараттың биіктігін табыңыз. Сонымен бізде берілген П1 760, П2 745 мм сынап бағаны, ауаның тығыздығы бар, еркін су деуі бар. Табу керек биіктік. Біз жаңа жоғарыда теорияда айттық, кіші биіктіктерде көтерілген атмосферлік қысым ρGH формулясын есептеуге болады деп. Сонымен қысымның өзгерісі ол Ро ауа GH. Өзгерісі, яғни дельта П ол П1 минус П2. 1 мм сынап бағаны ХБЖ айналдыру үшін 133,3 паскальға көбейтеміз. Сонда H табу үшін дельта П-ны бөлеміз. Ро ауа көбейту G. Дельта П 760 мм-дан азайтамыз 745 мм сынап бағаны. Сонда бізде болады 15 мм сынап бағаны. Бұны 733,3-ке көбейтеміз паскальға. Сонда бізде 1999,5 паскаль шығады. Енді биіктік табу үшін 1999,5 паскальды бөлеміз Ро ауа 1,29 килограмм метр куб көбейтен 9,8 ньютон килограмм. Сонда бізде жуықтағанда 158,2 метр шығады.